Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Бастауыш сынып мұғалімдеріне арналған НКТ-ға дайындық видеосабағының 3-ші бөлімі. 3-ші бөлім 58-ші сұрақтан басталады. Бос түркөздегі тиісті сан, яғни белгісіз сан азайту 20789 тең 106198 шығуы керек. Дұрыс жауабы 126987. 59-шы сұрақ. Белгісіз екінші көбейткіш, яғни 243-ке белгісіз көбейткішті көбейтеміз. Сонда бізде 24543 шығу керек. Сұрақ: белгісіз екінші көбейткішті тап. Дұрыс жауабы 111. 60-шы сұрақ. 55 көбейту 100 қосу 896 көбейту 19 азайту 452 өрнегінің мәні. Дұрыс жауабы 22072. 61-ші сұрақ. 25-те 5 көбейту 55700 азайту белгісіз сан тең болады 50700. Дұрыс жауабы 5000. 62-ші сұрақ. 9000 көбейту 110 өрнегінің мәні. Дұрыс жауабы 990 000. 63-ші сұрақ. 5 километр, 2 километр, 300 метрден қанша ұзын? Дұрыс жауабы 2 километр 700 метр ұзын. 64-ші сұрақ. 900 бөлу 2 азайту жақша ішінде 1607 қосу 296863 жақшаны жабамыз бөлу 3 амалдардың орындалу ретін көрсет дейді. Дұрыс жауабы: бірінші жақшаның ішін орындаймыз, яғни үшінші, содан кейін бөлуді орындаймыз, содан кейін жақшаның сыртындағы екінші бөлуді орындаймыз, және де ең соңында азайтуды орындаймыз. 65-ші сұрақ. Егер 24 санын қоссақ, онда нәтижесінде шыққан сан ойлаған саннан 6 есе артық болады. Ойлаған санды тап. Дұрыс жауабы 8. 66-шы сұрақ. Теміржол кассасында Петропавл Алматы пойызына 2 бала және 3 ересек адамның билет құны 12600 теңге құрайды. Ересек адамның билет құны 3200 теңге болса, онда бір баланың билеті қанша теңге тұрады? Дұрыс жауабы 1500 теңге. 67-ші сұрақ. Тік бұрышты параллелепипедтің көлемі 720 см куб. Биіктігін тап. Дұрыс жауабы 18 см. 68. 4 футболка мен 2 шалбар бар. Осы киімдерден ұл балаға неше киім жинағын жасауға болады? Дұрыс жауабы 8. 69-шы сұрақ. 4132 көбейтілген белгісіз сан, оны көбейткенде бізде 4.140.264 шығу керек. Сұрақ: белгісіз екінші көбейткішті тап. Дұрыс жауабы 1002. 70-ші сұрақ. 9 сағат 20 минут азайту 6 сағат 40 минут тең, яғни есептің жауабы 2 сағат 40 минут. 71-ші сұрақ. Белгісіз санды анықта. Белгісіз сан бөлу 80 тең 60. Қалдық 53. Дұрыс жауабы 4853. 72-ші сұрақ. 8951 мен 17 санының көбейтіндісін 5683 пен 11 санының көбейтіндісіне қос. Дұрыс жауабы 214680. 73-ші сұрақ. Өрнектің мәні. Жақша ішінде 702565 азайту 702000 жақша жабылады бөлу 5 көбейту 2 тең. Дұрыс жауабы 226. 74-ші сұрақ.
Бос төркөзге тиісті сан. Жақша ішінде 640 бөлу 2 қосу 10. Жақша жабылады. Азайту белгісіз сан бөлу 2 тең 150. Дұрыс жауабы 360. 75-ші сұрақ. Кофенің бағасы 450 теңге. 3 кекстің құны кофенің бағасымен бірдей. 5 кекстің құны қанша болады? Дұрыс жауабы 750 теңге. 76-ші сұрақ. 25-те 20, жақша ішінде 234 қосу 124, көбейту А қосу 237 көбейту С әріпті өрнегінің мәнін көрсет. Мұндағы А дегеніміз тең 3-ке, С дегеніміз 4-ке тең. Дұрыс жауабы 2022. Құрметті әріптестер, осымен бастауыш сынып мұғалімдеріне арналған НКТ-ға дайындық сұрақтарының 3-ші бөлімі аяқталды. Егер видео сабақ пайдалы болса, арнаға тіркеліп қойыңыз.